Сіздермен біреуден қашып келе жатыр деп ойлайсыздар ма? Жоқ, олай емес. Мен бүгінгі видеоның тақырыбын айтуға асығып келе жатырмын. Бүгінгі видео бізде сұрақ-жауап. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде дүйсенбі сұрақ-жауап күні. Біз Instagram желісінде өзімізге сұрақ қойыңыздар деген пост жасаған болатынбыз. Соған сұрақтар келді, жауап беріп көрейік. Біздің өмірімізде не болып жатқаны туралы, қызықты мәліметтер туралы. Негізі көп сұрақ келді, арасынан қызық дегендерін таңдап алдық. Егер сұрағыңызды оқымай қалсақ, ренжімеңіздер. Келесі жолы оқитын боламыз. Кеттік, ондай болса. Қандай сұрақтар бар бізде? Жақындатып қояйық кішкене. Ассалаумағалейкум дәке, жалпы жұмыс барысы қай бағытта, нақты немен айналысасыздар? Уалейкум ассалам. Негізі жалпы жеке басымда айтатын болсам, бірнеше бағытта жұмыс істеп жатырмын. Университет бітіргеннен кейін бірден мен консалтинг саласында, қаржылық консалтинг саласына кірдім. Яғни үлкен мекемелерге өзінің қаржысын қалай дұрыс басқару керек, өзінің бизнес процесстерін қалай дұрыс қою керек, бюджеттік системасын қалай орынды жұмыс істеу керек деген секілді мәселелерге біз консультант ретінде сырттан келіп өз көмегімізді береміз. Бұл әлемдік практика, өйткені компанияның ішінде жүрген қызметкерлерге кейде сырттан келіп кеңес берген өте абзал. Өйткені сырттағы жаңа практикаларды, жаңа әлемдік дәрежедегі процесстерді кейде білмеуі де мүмкін. Бұл өте қатты көмектесіп, маған өте қызық, қиын жұмыс десек те өте қызықты жұмыс. Ары қарай жылжайық. Екінші сұрақ: адамды өзіңе дос ретінде қабылдайсың ба? Досты таңдаған дұрыс па? Өте терең сұрақ деп ойлаймын. Достық деген негізі бір терең ұғым. Мен жалпы байқағаным, егер бір адаммен жаңадан танысып, онымен жақын аралассам, өте тез оны жақын көріп кетем, тез сеніп кетем, көмектескім келіп тұрады, немесе жақын араласып, жақын әңгіме айтқым келіп тұрады. Сондықтан да адамды өзіме дос ретінде тез қабылдаймын деп есептеймін. Бұдан әбден таяқ жегенім бар, өйткені жаман пиғылы бар адамдар көбінесе өміріңе кіріп, сосын өзінің пайдасын ойлап, сені қыстырмайды кететін кездер бар. Сондықтан да бұл жағынан абай болу керек, бірақ жалпы адаммен тез дос болып кетем. Енді жалпы дос таңдаған дұрыс па деген сұраққа жауап беру өте қиын. Адамның өмірі өте қысқа, сондықтан да ол өмірді сапалы өткізген дұрыс деп ойлаймын. Сондықтан да әртүрлі өзіңді жоғарыға емес, төмен сүйрелейтін адамдармен дос болудың қажеті жоқ. Ондай достың түрі құрсын дейді ғой қазақта. Сондықтан да ондай достардың қажеті жоқ деп ойлаймын. Дос деген тек алдыға, жоғарыға жетелейтін, ол доспен көңілің көтерілетін, кейде ашылып ішіңді ақтара алатындай бір адам болса, сол адамдармен дос болуға болады деп ойлаймын. Бірақ ондай адамдармен дос болу үшін өзің де соған сай болу керексің. Тең-теңімен, тезек қабымен дейді қазақта. Сондықтан да жақсы адаммен дос болғың келсе, өзің де жақсы болуға, бірінші орында өзің де жақсы болуға тырысу керексің деп ойлаймын. Сондықтан да дос таңдаған бір жағынан дұрыс деп ойлаймын. Бірақ тек қана меркантилдік принциппен өзіңе пайдалы ғана досты таңдасаң, әрине саған сондай достар келеді. Олар да тек расчетпен сенің байлығыңа, немесе ақылыңа, немесе таныстарыңа, туыстарыңа расчет жасап келетін адамдар қасыңа көбейіп кетеді деп ойлаймын. Сондықтан да сұрағыңызға рахмет. Келесі сұраққа жылжайық. Мынандай сұрақ келген екен: неге сіздер 365 күн бойы видео түсіруге шешім қабылдадыңыздар деп. Бұл біз үшін өте қиын шешім болды, бірақ өте дұрыс шешім болды деп ойлаймын. Өйткені бір жұмыста өзің мастер болу үшін, кез келген сұрақта мастер, яғни сол жұмыстың гуру болу үшін мыңдаған сағат өткізу керек сол жұмыстың барысында. Яғни тиіп қашып жүрсең, сен ешқашан ол жұмыстың мастері бола алмайсың. Ал біз өзіміз YouTube арнасында жалпы видео жасау тірлігінде мастер болғымыз келеді. Ол үшін біз сол
жұмыста көп деген мыңдаған сағат өткізу керек. Біз енді қателеспесем 10.000 сағат сол жұмысты істесең, сол кезде ғана мастер боласың дейді. Біз оны тез жасағымыз келгендіктен күнде жасағымыз келеді. Сонымен өзімізге осындай челлендж жасадық. 1 жыл бойы күнде видео шығарамыз деп. Аяғында біз осы видео шығарудың, YouTube-дағы көрермендердің назарын аулаудың бір гуру боламыз деген сеніммен жасадық. Шыны керек, бұл проектті мынау артта тұрған қазір роликте Кейси Найстат деген көкеміз американдық жасаған, и ол айтады. Егер дейді YouTube-та популярный болғың келсе, айына 1 рет видео салып популярный болам деп ойлама дейді. Енді бұл кісінің ойы, өзінің жеке ойы, мен бірақ онымен келсем. Егер де біз популярный болғымыз келсе, жиірек және сапалы видео салу керекпіз. Әрине, көп сала бастаған кезде сапа төмен түсіп кетуі мүмкін. Кейбір біздің видеоларымызды сапасын төмен түсіп кеткенін байқасаңыздар, қатты сөге көрмеңіздер. Өйткені біз енді үйреніп келе жатқан адамдармыз, көп қатты тырысып жатырмыз. Өмір деген өзінің заңдылықтары бар. Бізде де неше түрлі өзгерістер болып жатыр. Бір жігіттер қосылады, бір жігіттер кетеді. Мен де кейде жұмысқа шақырып қалады, үйтеді, бүйтеді. Кейде өзіміздің көңіл күйіміз болмай қалады, немесе шабытымыз келмей қалады. Сол кезде біз сәл-пәл босаңсып қаламыз. Бірақ жалпы біздің бағытымыз күннен күнге видеоларымыздың сапасы жоғарылату. Сондықтан да біз 365 деген проектті таңдадық. Тағы сұрақтарыңыз болса, осы бойынша тағы да қоя беріңіздер. Енді мен келесі сұрақтарға жауап беру үшін қасыма Алпамысты шақырайын. Өйткені бұл сұрақтарға негізі ең жақсы жауап бере алатын Алпамыс деп ойлаймын. Алпамыс пайда болды. Армысыздар деп қояйын. Сұрақтың негізгі мәтіні былай. Красавчик болудың сыры неде дейді? Красавчик болудың сыры неде? Арғы өлеңдетіп кетейін. Красавчик болудың сыры неде? Ата-анамда деп қояйын. Мен әкемде кезінде красавчик болған, анам да красавица болған. Кезінде ме? Қазір әлі красавчик. Просто өздерінің айту бойынша солай да енді. Маған көп қыздар жүгірген арқамнан деп қойып айтады. Может, содан шығар бізде де. Енді мен шыны керек 9-шы сыныпқа дейін нереально өзіме түрім өзіме ұнамаған, шашым, прическа вообще ұнамаған. Колледжге барғаннан кейін, сол жерде неше түрлі қыздар көргеннен кейін қой Алпамыс деп жиналып қалған жерде шаш өсіріп, былай қайырып, неше түрлі короче бетті ана жыл сумен жумай дегендер бар ғой ше. Сонда бар ма? Жыл сумен жумай ма? Жусаң әжіміз көреді дейді. Солай ма? Мен жумай сөйтіп көреді. Білмей жүр екенбіз ғой. Айтып қойсайшы. Сөйтіп солай красавчик болдық. Красавчик болу үшін негізі мен ойлаймын көп қызбен жүру керек. Өлі, маған ұят болды десең өйткені әр қыздың талғамына қарай сен өзгеріп отырасың ғой. Жоқ, енді бұл шынында не болды? Практикалық бір жауап болды. Мен ойлаймын, сен философиялық жауап бере ма деп. Красавчик болу үшін білімді болу керек. Ішкі дүниең бай болу керек, сыртың маңызды емес деген секілді. Бірақ енді шындықты бетке айтсам енді қайтеміз. Солай маған келген сұрақ. Мен өзім жалпы енді осылай ойлаймын. Өмірде алған тәжірибем көп емес қой, енді бар ойым осыған жетті. Енді болашақта көріп жатамыз, ары қарай қандай ойлайтынымыз, может пікіріміз өзгеріп жатар болашақта. Бар ойымды жеткізгенім осы болды. Жоқ, шын дұрыс нәрселерді айтып жатсың, рас нәрселер. Шынында да өз-өзіңе қарап, сырт келбетіңе міндетті түрде қарап жүру деп ойлаймын. Өте маңызды. Ұлдарға болсын, қыздарға болсын, киімің, келбетің, шашың, түрің әрдайым жинақы болып жүру керек қой. Оның ішінде бірақ әрине ішкі дүниең де бай болса, сол кезде нағыз красавчик боласың деп ойлаймын. Ішкі дүниенің байлығы ол біліммен, ақылмен, рухани байлықпен келеді, жүректің байлығымен келеді деп мен қосып кетейін. Алып кеттік онда. Тағы бір сұрақ, енді осы соңғы сұрақ болсын. Жарайды. Бұл Алпамысқа келген екен. Бұл сұрақ маған өте ұнады. Сондықтан қою керек деп шештім, осы сұраққа жауап берейін. Сенімділік неден пайда болды өзіңе деген деп сұрақ қойыпты маған. Маған өзіме деген сенімділік осы 2019 жылы Астанаға Дәурен ағам алып келген кезде пайда болды. Себебі сол кезде мен Астанаға келдім, Астана қаласын көрдім. Бұл біздің Шымкенттен басқаша қала, өзгеше Европа деп айта аламын өзім. Енді қалғандары басқаша қалай ойлайтынын білмеймін. Дамып кеткен, барлығы тіл біледі, жетік меңгерген, жолдары, қалаларда салынған үйлері бір
өте басқаша қала, маған осы жерден сенімділік пайда болды. Астанада мен де осы Астанаға келемін, Астанада тұрамын, осы жақтан там аламын, үй аламын, осы Астанада жүремін деген бір нақты өзіме деген сенімділік пайда болып, сосын осындай шешімге келдім. Жалпы сенімділікке басты себебі осы Дәурен ағам. Қой енді Дәурен ағам. Тағы қандай, мысалға келдің жарайды Астанаға, сосын жұмыс істей бастадың. Иә. Сол кезде кішкене сасып қалдың ба, жоқ нормально болды ма? Сасып қалдым мен кезінде, болды ондай жағдайларда. Сасып қалған кезде камера алып отырған кезде қалай болады енді ары қарай деген. Именно видео жасауда қашан сенімділігің пайда болды? Өзіме деген ба? Жауапкершілікті өзім мойныма алған кезде. Анығырақ айтқан кезде, бар видеоны өзім жасайтын кезде, өзім монтаждап шығаратын кезде, басқаны съемкаға өзім қатысып, өзім түсіретін кезде, өзіме деген бірінші видеоны түсіргеннен кейін сенімділік пайда болды. Яғни оның алдында сенің бір ұстазың болды ғой, Мырзахан деген. Иә, Мырзахан дейтін жігіт болды, ол ағам менен үлкен, оған рахмет айтамын, бірақ дос болып араласамыз әлі күнге дейін. Сол кісінің, сол бала маған барлығын үйретті, жаңа монтажды, видеоны қалай түсіру керек деген барлығын анық қанығын үйретті. Сосын бір сәтте ол жігіт кетті басқа жұмыспен, сосын толығымен саған тапсырдық бір видеоны істеуді. Сол кезде сен жиналып, уже осы уақытқа дейін ол бала да маған айтып кетті, осы уақытқа дейін үйреткендерім енді осы жерде көрсет деді маған. Енді сол сөзден кейін нақты болды, енді айналысатын нәрсем осы деп қойып сенімділік пайда болды. Керемет. Демек, сенімділік адамға өз-өзіне жауапкершілікті алып істей бастаған кезде пайда болады ғой. Иә. Және де қасындағы айналадағы адамдардың, яғни туған, туысқан, дос-жарандардың қолдауы мықты болған кезде сенім пайда болады. Мен өзімнен айта кететін болсам, сенім колледжге түскен кезімде пайда болды менде де. Өйткені колледжге түсу бір тест қой. Сен оған дайындаласың, түсе аласың ба, түсе алмайсың ба. 700 адамның ішінен суырылып шығып, 50 адам ба, 75 адамның ішіне ілігіп түскен кезде шынында қолынан бір нәрсе келеді екен. Мен бір ағам бар, Біржан деген бөле ағам, сол айтады. Ауылдың баласы, Түлкібаста туып өскен. Бірінші рет сенімділігім аудандағы күрес жарысынан жеңіп шыққан кезінде дейді, пайда болған. Яғни бір рет жеңіп шықтым, мен өз-өзімді түсіндім дейді. Мен де бір нәрсе істей алады екен ғой деген секілді. Оның алдында дейді, мұғалімдер болмаса басқа айналадағы адамдар, сендер ештеңе істей алмайсыңдар, сендер алдын балаларсыңдар деп қатты бүгіп тастаған дейді бізді. Бірақ бір рет жеңістің дәмін көрген кезде сенімділік мықты пайда болды дейді. Сондықтан да егер сенімділікті алғыларыңыз келсе, достар, өздеріңіздің айналаңыздағы адамдарға мән беріп, екіншіден бір қадам жасап көріңіздер. Кішкентай қадам жасап көресіздер, ол үлкен болмасын, кішкентай қадам болсын. Сол қадамды жасап біткен кезде өз-өзіңізге сенім пайда болады. Істей алды екен ғой деп. Сосын сол кішкентай қадамдар қосып келген кезде үлкен қадам болып кетеді. Дұрыс па? Дұрыс, қосам. Осымен бүгінгі влог бізде аяқталсын. Көп рахмет сұрақ қойғандарыңызға, тағы да сұрақ қоя беріңіздер. Келесі аптада тағы да осындай айдар жасаймыз. Енді кейбір біреулеріңіз осы видеоны баяғыдан көріп жүрсеңіздер ойлап жатқан шығарсыздар, Алдияр бауырымыз қайда кетті деп. Қасымызда қазір Алдияр жоқ. Уақытша біздің командадан отпуск алып кетті. Кейбір себептермен біз Алдиярға тек сәттілік тілейміз. Тезірек ортамызға оралуын шын жүректен тілектеспіз. Осы қысқа уақыттың ішінде Алдиярға біз бауыр басып қалдық. Өзіміздің бауырымыз секілінде сондай бір күшті қарым-қатынас құрдық. Алдияр, саған барлық сәттілікті тілейміз, сені жақсы көреміз. Сондықтан да давай тез-тез ортамызға орал. Ал енді құрметті достар, сіздерді де жақсы көреміз, құшақтадық. Ертеңгі влогта кездескенше, ертең бізде жаңа оборудование келе жатыр. Видеоларымыздың сапасын ұлғайтуға көмектесетін бірден бір құрал келе жатыр. Сол туралы болады. Соны алғанымыз мына екі камераның арасындағы разницаны көрсетеміз. Сондай бір кішкене техникалық влог болады ертең. Ертең көріскенше, достар, пока.